Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Біз Фазендаға жол жүріп баратырмыз. Ондай қатты алыс емес, бірақ мен балам жолда жалыға бастады. Сондықтан екеуміз кішкене билеп алдық музыканың ырғағына. Кішігірім сіздерге жолды түсірдім. Мына жерден біз әлі Саркемерден шыға қойған жоқпыз. Мына бізде мектеп жақ. Осы жақпен шығуды ұйғардық. Бұл бізде жаңа жылдың алдында түсірілген видео болатын. Өйткені балалар 30-ында шықты ғой каникулға. Ал мен 30-ында баламды сұрап алдым мектептен. Біз осындай жаңа жерге баратын едік деп сұрап алған болатын баламды. Сонымен барып құттықтап қайттық. Негізі жақында жолдасының ата-анасы осы жерге Таразға көшіп келген болатын. Олар қазір Фазендада тұрады. Сондықтан сол кісілерге қонаққа бардық. Фазендада енді ондай көп кереметтей түсірген жоқпын. Өйткені түсіретіндей уақыт болған жоқ. Тамақ енеміз ет асып қойған болатын. Сонымен қамырын жайып, сол жерде жинастырып, тек қана күшік бар екен. Өзіме қатты ұнады сол күшік. Соны ғана түсіріп үлгердім. Мінекей кішкентай күшік, осы күшік маған қатты ұнады. Аю сияқты өзі жүрсе де шалынып құлап жүрді. Кішкентай балалар томпектен етіп құлайтын, тура сол сияқты құлайтын. Мына бір үлкен ит, мен мына күшікті шақырсам, үлкен ит қасыма жүгіріп келеді. Ол иттен мен жаман қатты қорқам. Үлкен иттерден жаман қатты қорқам. Бір маған арыстан сияқты көрінеді. Шақырсақ, міне өзі кеп тұр да, мен де еркелетіңдер дегендей қасымызға кеп тұр. Осы күшікті балама көтер десем көтере алмай, ауыр сияқты күшік. Балам да ондайда итке, неге, малға көп үйренбеген. Сәл-сәл қорқады қанша дегенмен де. Енді қасымызға кеп үйренді. Бізбен ойнап, аяғымызды тістеп, бізге үйрене бастады уже. Еркелеп. Тамақ жеп болдық қой. Тамақ жеп болғаннан кейін, шыққаннан кейін осыған арнайы сүйектерді алып қойдым осыған. Сосын тамақтандырып кеттік. Шын айтқанда үйге алып кеткім келді, бірақ біздің есіктің алды кішкентай. Біз үлкен ит асырап көргенбіз, бізге болмайды екен мүлдем. Бұл деген ертең үлкен ит болады. Сондықтан қой деп кеттім сонымен. Неде жолда атасын кездестірдік, сөйтеді атасы. Атқа мінесің ба деді. Сонымен атқа мінді. Сөйтіп Фазенда, балама Фазенда емес, атқа мінген ұнатты, Фазенда ұнаған жоқ екен. Мына жерден де келесі күн өткені кір жуа уже мен стирка бастадым. Менде үлкен стирка отыр қазір. Қазірдің өзінде тоқтап жатқан жоқпын, шын айтқанда. Күніге стирка. Мына жерде енді мен қазір шаятын болам қолменен. Тек қана кір сығатын жеріне ғана, киім сығатын жеріне ғана жақсылап сығып алам. Содан кейін барып қолмен жағып, қайтадан кеп сушилкаға, сушилка дейміз ғой, соған қайтадан кеп салып алам, кептіріп. Негізінен далада 2 күн болды уже боран болып жатқан, қатты жел тұрып жатыр. Соған қарамастан кір жуып жатырмын ғой. Ойда ой жоқ қой. Қазір свет өшіп қалады, мысалға свет өшсе уже болды ғой, моторда свет өшкеннен бітті ғой. Свет өшіп қалады деген менде ой жоқ қой. Стирканы бастап кеттім. Сонымен далаға жайып қойсаң, бірақ бір жақсы жері жел тұрғанын киімдер тез кебеді екен. Мысалға ашин күндері жайсаң өйтіп кеппейді ғой, қайттан су құйып әкеп жайып қоясың үйге. Мына жерде уже барлығы кеуіп қалған. Тек қана қалың жерлер болады, киімдердің резинка жақтары, сол жақтары кеппеген. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, міне үстіме өйстіп куртка киіп аламын да далаға шығам. Осылайынан барлығын қолмен шайып, қайтадан әкеп сушилкаға салып, мына жерде қазір мыналарды сушилкаға салып, бұларды қазір қолмен шаятын болам барлығын. Мінекей менің стиркам осылай.
мінекей осылайынан барлығын далаға жайып қойдым. Далада өте керемет таза ауа. Бұл жолы енді ашық түсті киімдер жудым. Өйткені ары қарай жуа беретін болсам, айтқанымдай далада жел боран болғаннан кейін свет өшіп қала ма деп, сонан кейін осылай тоқтаттым жарты жолдан. Сіздерге аяқталмаған ремонтты көрсететін болам. Бұл бізде ең бірінші осы ағаш есік. Ағаш есікті ауыстыру керек еді биыл жазда. Бұл да осы қыс бойы қалатын болды. Осылайынан негізінен бұл бұрынғы өзінің есігі мына жерге шейін келетін. Орнына келетін есік те осы жерге шейін келеді. Сондықтан бұл есікті ауыстырған кезде мынаның бәрі құлайды. Мына ішінен де, осы жерде іш сыртынан да құлайды. Сондықтан біз бұны қазір орнына ешқандай есік, қазір орнына басқа есік қоя алмаймыз. Өйткені ар жағда быт-шыт шығады, бер жағда быт-шыт шығатын болғаннан кейін осылайынан биылдыққа қойдық. Енді осымен тұрады пока. Одан кейін келесі бізде мынау темір есік. Темір есікте биылдан мына тұрғанның іші ауысу керек еді. Бұл да биылша тұрады енді. Мынандай шеттері де барлығы ауысу керек еді. Бұл да биылша осы қыс бойы осымен тұрады. Жерде полотенце жайып қойған болатын. Одан кейін бізде осындай душ. Бұл да аяқталмаған ремонт. Мына жан-жақтары сыланған. Одан кейін қазір ішін көрсетем. Іші вообще ужас. Мінекей, іші мынау. Бұл бізде міне душтың іші. Бұл аяқталмаған душтың іші. Мына көріп тұрғандарыңыздай, артында шомылатын жері, мына жерде бізде беті қол жуатын жері міне. Мынау айна. Бұл душтың кафелі бар, жаздың күні әкеп қойған біз. Ойлағанбыз ғой, күзде істейміз деп. Күзге жаңағы барлығын күзде істейміз деп барлығын әкеп қойған болатынбыз. Есікті де, кафельді де барлығын әкеп қойған болатынбыз. Енді сондай жаңағы себептермен бұл да қалып қалды. Пока қыстың күні, осы қыста осылайынан шығамыз. Жаңағы кафельсіз, пока ремонтсыз осылайынан тұрады. Бірақ іштен жуынып, жаңағы күнделікті душ ретінде қолданып жүрміз. Іші жылы, сыртын осы күн суыған кезде қаптаған болатынбыз. Одан кейін бізде мынандай есіктер, мынандай шеттері де әлі ештеңкесі жасалған жоқ. Может, осы қыста жасап қалуымыз мүмкін. Өйткені екі ойлы болып жүрміз. Біресе жасатқымыз келіп кетеді, біресе жаңағы тоқтап қаламыз, қазір кішкене қоя тұрайық деп. Жаздың күні жасатуға болатын еді, өйткені менің папам істейді көбінесе осы үйдің ремонтын негізі папам істейді. Папам жаз бойы жаңағы жұмыста жүргендіктен біз папаны күтіп қалдық та, енді күзге таман келеді, күзде істеп береді деп. Сонымен қалып қалды. Енді көреміз. Может, істеп қалуымыз да мүмкін. Может, бір қыз осылайынан шығуымыз мүмкін. Осылай аяқталмай қалды душымыз.